Алладан басқаны дос тұту. Алла тағала былай деген: өзгенің де өзінің де обалына қалып жүрген залымдарға сәл де болса көңілдерің ауып, ықыластарың түспесін. Оларға мүлдем көңіл салмаңдар, әйтпесе екі дүниеде де отқа күйесіңдер. Шындығында сендердің Алладан өзге қорғандарың да, қамқор достарың да жоқ. Содан кейін одан да қолдау таппайсыңдар. Икрима радиаллаху анху: залымдарға көңіл салмаңдар дегенді олармен серіктесіп іс жасамаңдар деп түсіндірген. Аятта барлығынан мүшриктер және бұзылған мұсылмандармен ымыраға келуден тыйған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам досының дінінде болады, әрбір пенде кімді дос ұстанғанын жақсы білсін деген. Риуаяттарға қарағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: жақсы дос әтір сатқан саудагерге ұқсас, ол саған әтір тарту етпесе де жақсы иісі сіңеді. Жаман дос көрік басқан кісіге ұқсас, жаққан оты сені күйдірмесе де түтініне ысталасың деген. Алла тағала былай деген: Алладан өзгені ие пір тұтқандардың мысалы бейне бір өзіне тордан ұя салған өрмекшіге ұқсайды. Анығында ұя біткеннің ең осалы өрмекшінің ұясы. Олар осынау ақиқатты білсе ғой. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: байға байлығы үшін құрмет көрсеткен кісі діннің 1/3 айырылады деп айтқан. Тағы бір хадисте: күнәһар кісі мақталғанда Алла тағала ашуланады және сол себептен арш тітірейді деген. Алла тағала былай деп айтқан: күндердің күнінде ғарасат майданына барлық адамдарды өздері пір тұтқан пәруаларымен, рухани көсемдерімен бірге шақырамыз. Кімде-кім бұл дүниеде ақиқатқа бастайтын нағыз жолбасшыға ерсе, һәм соның нәтижесінде ақыретте амал дәптерін оң жағынан алса, ондай бақытты жандар дәптерлерін қуана-қуана оқиды, һәм игі істерінің қарымын алуға келгенде титтей де әділетсіздікке ұшырамайды. Нәтижесінде кімнің амал дәптері оң жағынан берілсе, ол көңілі тасып: қане келіңдер, оқыңдар, мінекей менің амал дәптерім, шындуайтында мен дүниеде істеген істерім жөнінде есеп беретініме имандай сенген едім дейді. Ол енді көңіліне өте ұнайтын мәңгілік бақытты өмірге қадам басады. Сондай ғаламат жәннат бақшасында. Мәуелеген мейуалары қол жетім жерде тұрады. Онда оларға былай деп үн қатылады: өткен күндерде істеп, осы жерге жолдаған игі де сауапты істеріңнің қарымы ретінде тәбетпен ішіңдер, жеңдер, ас болсын. Ал амал дәптері сол жағынан берілгенге келсек, былай деп аһ ұрады: әттең, маған амал дәптерім берілмей-ақ қойғанда ғой. Жер алапат сілкініспен сілкінген кезде, сондай-ақ жер қойнындағы бар жүкті сыртқа ақтарып тастағанда, адам баласы: бұған не болды деп зәре-құты қалмай шошыған кезде, міне сол күні жер үстіндегі бұрын соңды болып өткен бар істің хабарын түп-түгел баяндайды. Өйткені Раббың оған бұларды, яғни кімнің не істеп не қойғанын уахи арқылы білдіреді. Сол күні адамдар дүниедегі жақсы-жаман істерінің нәтижесі өздеріне көрсетілу үшін қабірлерінен шығып, топ-топқа бөлініп, ғарасат майданына бет алады. Ендеше кімде-кім зәредей мысқалдай жақсылық жасаса, соның қарымын алады. Ал кімде-кім зәредей мысқалдай жамандық жасаса, соның жазасын тартады. Ибн Аббас жоғарыдағы сүренің жер қойнындағы бар жүкті сыртқа ақтарып тастағанда деген мағынадағы аятына түсіндірме бергенде, жер терең қабатынан бері дірілдеп, ішінде көмілген барлық өліктерді және қазыналарды сыртқа тастайды деп айтқан. Әбу Хурайрадан радиаллаху анху риуаят етілгені бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: міне сол күні жер үстінде бұрын соңды болып өткен барлық істің хабарын түп-түгел баяндайды деген аятты оқығанымызда, оның айтқан хабарлары не екенін білесіңдер ме деді. Сахабалар: Алла және оның елшісі жақсы біледі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: жер жүзінің хабарларын айтуы әрбір құлдың және күңнің жасаған істері туралы куәлік беруі деп жауап берді. Табаранидің айтуы бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: жерден сақтаныңдар, өйткені ол сендердің аналарың, сондай-ақ ол үстінде жасалған жақсы іс бола ма, жаман іс бола ма, ол турасында айтып шығады деген. Сүр үрлеу, қорқыныш, қабірден тұру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: қайтып тынышым кетпесін. Сүрдің иесі Исрафил сүрді аузына ұстап, құлақ түріп, үрлеу бұйрығын күтіп тұр деген.
Мұқатилдің радиаллаху анху көзқарасы бойынша сүр мүйіз сырнай сияқты. Исрафил алейхиссалам сырнайды аузына ыңғайлата ұстап тұрады. Сырнайдың басының кеңдігі жер мен көктің арасындай кең. Исрафил алейхиссалам аршқа қарап сырнай шалу бұйрығын күтіп тұрады. Исрафил алейхиссалам сырнайды бірінші үрлегенде жер мен аспандағы барлық жандылар естен танып құлайды. Яғни Алла тағала тірі қалуын қалаған жандылардан басқа бәрі қатты қорыққаннан өліп қалады. Тірі қалатындар Жәбірейл алейхиссалам, Әзірейл алейхиссалам, Микаил алейхиссалам және Исрафил алейхиссалам. Одан кейін Әзірейл алейхиссалам Алланың бұйрығымен Жәбірейлдің жанын алады. Аяғында жаратушының бұйрығымен Әзірейл өзде өледі. Сырнай бірінші үрленгеннен кейін өлген жандылар 40 жыл солай қалады. 40 жылдан кейін Алла тағала Исрафилді тірілтіп, оған сырнайды екінші мәрте шалуға бұйырады. Бұл туралы Құранда былай деп айтылады: сүр үрленеді. Сонда Алланың өзі сақтап қалуды қалаған тіршілік иелерінен басқа күллі аспан әлеміндегі және жердегі бар тіршілік сұлық түскен бойда жан тапсырады. Содан кейін ол тағы бір рет үрленеді. Сол-ақ екен, өлілердің барлығы қабірлерінен түрегеліп, бір жағынан аң-таң болысып, бір жағынан енді не болар екен деп уайымға салынып, тікелерінен тік тұрған күйде жан жақтарына жалтақтап қараумен болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: маған пайғамбарлық берілгенде сырнай иесі келді. Ол сырнайды аузына ұстап, бір аяғын алға, бір аяғын артқа қойып, сырнайды үрлеу бұйрығын күтіп тұрады. Сырнайды үрлеуінен қорқыңдар. Қабірлерінен тұрарда алғашқы естен таңғандағы қорқыныштың әсерінен шыға алмаған және өздері туралы жақсы үкім беріле ме, не жаман үкім беріле ме, біле алмай абыржып тұрған жандардың үмітсіздігін ойлап көрші. Олардың арасында болсаң, сенде не қыларыңды білмей сасып қалар едің. Тіпті жер жүзіндегі жандылардың ең беделдісі болсаң да, басқалар сияқты ауыр қиыншылықты басыңнан өткізесің. Жер жүзіндегі патшалар сол күні бәрінен бейшара, бәрінен қор жағдайда болып, елдің табанының астында қалады. Сол кезде барлық жабайы жануарлар бастарын жерге салбыратып, басқа жандылармен араласып, таулардан және шөлдерден махшар алаңына бет алады. Сырнайдың үні хайуанаттарды махшарға айдап, бұрын адамзаттан қашып жүргенін оларға ұмыттырады. Алла тағала бұл туралы былай деген: жыртқыш аңдар қойдай иіріліп Алланың құзырына жиналған кезде. Сонда жағдайдың қорқынышын сезген қыңыр кәпірлер мен шайтандар есі шығып қорқады. Олар Алланың осы аятын растау ретінде көрінеді. Раббыңа серт, біз оларды өздерін азғарған шайтандарымен қоса қайтадан тірілтіп, махшарға жинаймыз. Содан кейін барлығын қорқыныштан тізе бүккен күйі жаһаннамның айналасына жинаймыз. Сондағы өзіңнің жағдайыңды ойлап көрші. Содан соң тірілтілген барлық жандылар тыр жалаңаш, жалаң аяқ, жалаң бас күйі махшар алаңына айдалады. Махшар алаңы теп-тегіс, әппақ, шексіз кең дала. Онда бас қалқалайтын төбешік те, ішіне кіріп жасырынатын шұңқырда болмайды. Сырнай бірінші мәрте үрленгеннен кейін, екінші мәрте үрлеумен бүкіл жандылардың бәрін махшар алаңына жинаған Алла құдіретті және кемшіліксіз. Бұған куә болған жүректердің есі шыға қорқуы және барлық көздердің қорыққаннан бадырайып ашылуы табиғи көрініс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: қиямет күні бүкіл адамзат өсімдік өспеген, панасы жоқ, ешқандай белгі қойылмаған, тегіс және әппақ далаға жиналады. Бұл даланы жер жүзіндегі далалар сияқты деп ойлама. Аталуы ғана ұқсамаса, басқа ешбір жағынан ұқсамайды. Алла тағала былай деген: күндердің күнінде жер басқа жерге, көкте басқа көкке айналады. Һәм күллі адамзат пен жын, атаулы, қаххар, күллі болмыстың жалғыз иесі Алланың алдына барады. Ей байғұс адамзат, сол күннің қорқынышына мән бер. Барлық жандылар сол майданда жиналғанда көктегі жұлдыздар төгіліп түседі. Күн мен ай нұры өшіп, барлық жарық көздері өшкендіктен жер бетін түнерген қараңғылық қаптайды. Адамдар сондай жағдайда болып, періштелердің кейбірі үстінде, кейбірі астында тұрғанда аспан қирап талқандалады. Аспанның тас талқаны шыққанда қандай қорқынышты үн естіледі, кім біледі? Көктегі орасан зор және қатты заттардың талқандалып, кейде сарғайған сұйық жездей болып төгілуі, көктер көлкіген сұйық металға, таулардың әбден түтілген мақтаға айналуы, кісілердің әрі бері сапырылысы және бәрінің жалаң аяқ, жалаңаш жүруі,
қаншалықты қорқынышты болатынын елестету қиын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: адамдар жалаң аяқ, жалаңаш, сүннетсіз болып, құлақтарына шейін терге шомылған жағдайда тіріліп бір жайға жиналады. Бұл хадисті риуаят еткен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жұбайы Әзірет Сауда радиаллаху анха. Бұл сөздерді естігенде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам: қандай ауыр көрініс, бір-біріміздің барлық жерін көріп тұрсақ дедім. Ол маған: ол күні әркім өз жағдайымен әлек болғандықтан бір-біріне қарауға да мүмкіндік болмайды. Адамдар басқа нәрсемен әлек бола алмайтындай деңгейде өз басын ойлап тұрады деп жауап берді. Қандай қорқынышты күн. Бәрінің ұятты жерлері ашық жүргенімен ешкім ешкімге қарай алмай қалады. Қайтып қарамақ. Пенделердің кейбірі бауырымен, кейбірі бетімен сүйретіліп жүрсе, басқа біреуге қайтып қарай алмақ. Сахабалардан Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: қиямет күні кісілер 3 топқа бөлініп, махшар алаңына жиналады. Көлікке мінгендер, жаяулар және бетімен сүйретіліп жүргендер болады деді. Арамызда біреу: уа Расулалла, 3-ші топтағылар бетімен сүйретіліп қайтып жүреді деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: оларды аяғымен жүргізген Алла тағала бетімен сүйретіліп жүргізуге де құдіретті деді. Көзмен көрмеген, әдетте болмаған нәрселерді жоққа шығару адам баласының өзгермес мінезі. Егер кісі бауырымен жорғалап бара жатқан жыланды көрмегенде аяқсыз жүруді елестете алмас еді. Шынында аяқпен жүруді көрмесе, пенде үшін ол да мүмкін емес дей сезілмек. Сондықтан бұл дүниедегі нәрселерге ұқсамайды деп, қиямет күні туралы айтылған ғажайыптардың қайсы бірін жоққа шығарудан сақтану керек. Өзіңнің тыр жалаңаш, аянышты жағдайыңды, сен туралы жақсы үкім беріле ме, не жаман үкім шыға ма деп күтіп тұрғаныңды елестет, және мұны есіңнен шығарма, өйткені жағдай өте маңызды. Сонда төмендегілерді де елестет. Адамдар, періштелер, жын-шайтандар, жабайы және жыртқыш жануарлар, құстар, тағы басқа. Жер мен аспанның барлық жан-жануарлары бір жерге жиналады. Жанға жағымды нұр шашқан күннің ыстығы бірнеше есе күшейіп, жандылардың басына тиетіндей жақындап келеді. Арштың көлеңкесінен басқа ешбір көлеңке болмайды. Ал енді арштың көлеңкесіндегі саяға белгілі бір жақсы істерді істеумен Аллаға жақын болғандардан басқалар кіргізілмейді. Арштың көлеңкесіне кірмей сыртта қалғандар күннің ми қайнатқан ыстығында естен танғандай болып қиналғаны жүздерінен байқалады. Сонымен бірге ол күндегі жан-жануарлардың көптігін елестет. Бір жағынан абыржулы, бір жағынан кейбірі аяғымен басып бара жатса, кейбірі жорғалап бара жатқандықтан бір-бірін таптап өтеді. Жүрек дірілдеткен бұл жағдайға Алланың алдына барғандағы қорқыныш та қосылады. Күннің қайнаған ыстығы, демалудың ауырлығы мен жүректің дүрсілдеп соғуы, дененің әрбір түгінің астынан аққан тер қолқаға жеткен көлге айналады. Әрбір жанды Алланың алдындағы дәрежесіне сай, кейбірі тізесіне, кейбірі беліне, кейбірі құлағына шейін, кейбірі толығымен бастан асқан терге көміледі. Ибн Омардың риуаяты бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: қиямет күні Алланың алдында тұрғанда кісілер құлағына шейін терге көміледі деп айтқан. Абу Хурайраның риуаяты бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: қиямет күні кісілер қатты терлегендіктен олардың тері жерге 70 құлаш сіңеді және адамдардың құлағына шейін көтеріліп, бәрін құшағына алады деген. Басқа бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: адамдар қиямет күні 40 жыл аспанға қарап, текесінен тік тұрады және тартқан қиыншылықтары себепті өздерін көміп қалатындай терлейді. Уқба ибн Амирдің айту бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: қиямет күні күн жер бетіне қатты жақындағандықтан адамдар қатты теріліп, кейбірінің тері қызыл асығына, кейбірінікі балтырына, кейбірінікі тізесіне, кейбірінікі санына, кейбірінікі беліне, кейбірінікі аузына шейін жетеді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл сөздерді айтып жатып қолымен аузын жапты және қолын басының үстіне қойып, кейбірі толығымен терге көміліп қалады деді. Ей бейшара адамзат, махшар алаңына жиналған кісілердің тартатын қиыншылықтары және төгетін тері туралы ойлан. Бұл ауыр қиыншылықтарға шыдай алмағандардың бір тобы Алла тағалаға сыйынып: уа жаратқан ием, тозаққа кіргізсең де мені бұл қиыншылықпен сарғая күту азабынан құтқар деп жалбарынады. Бұлар әлі есепке тартылғанға дейінгі азапқа салатын қиыншылықтар. Сен де бұл қиыншылықтармен бетпе-бет келесің. Теріңе қаншалықты көмілеріңді әлі білмейсің. Қажылық үшін, Алла жолында күресу үшін, ораза, намаз, мұсылмандардың қиыншылықтарын жою әрекеті үшін, жақсылыққа бұйырып,
жамандықтан тыю үшін жүгіріп төгілмеген терлер қиямет күні қорқудан, қиналудан төгіледі және ол жерде көп қиыншылықтарға жол ашады. Адам баласы нәпсіге алданбаса, ғибадат жасап тер төгу және шаршау қиямет күніндегі қиыншылықтан шығуы жеңіл болатынын түсінеді. Өйткені қияметтің ғасырларды қартайтатын күні өте қатал және өте ұзын.